Саламатсыздарбы? Павловня дарағына қызығушылар. Мен өзім баяғы плантацияма келдім. Бүгін 10 май 2025 жыл. Bir нәрсені көрсетіп қойын дедім. Бұл жақсы бұйым болады, жақсы дарақ болады, бат өседі. Теректен 3 есе тез өседі. Яғни бұны бір минустар бар. Қандайша минус? Ошо минустарын бірін айтып өтейін. 12 мартта бұл текстрез болған, қарағыла. Абдан жақсы өскен эле. Аз келсем мындай. Бұл өсіп жатқанда морт болады. Шамал қатырақ жем болған жерлерде өстірішіңер кішкене қиын болып қалады. Себебі шамалға бұл сына береді. Bir жыл өсіп алғанда ары жаққа уже бышқырақ болып қалады. Мындай жаңа өсіп жатқанда морт болады. Мына жерін көрінген ағарып тұрады. Аз келсем бұл гилтейген. Мындай болып. Гилтей өсіп тұрған мындай. Павловня дарағы шамалға мындай қайырылып сынып қалыпты әр келсем. Ничего страшного, бұл жақсы бұйым болады. Аз шамалға сынып қалған болса, қаралы бұл жақтан дағы шығып аттыр. 1-2, мол жерде 3, мол жақта да мол жақта 4. Бірінші есе сынып қалған болса, екіншісі өсіп шыға береді. Шо шамал болған жерде тіксеңер етиятташыңар керек. Атак өс күчөктері морт болады, жаңа өсіп жатқанда. Шамалға сына береді. Бірден бір кемшіліктері құлтарақтың ұшыл болады.